келесі қатарға өту барысы мына жібімізді мына бетке ауыстырамыз. Былай қарай жүргізіп былай ұстаймыз да осы жерден 5 петля санаймыз. 1 2 3 4 5-ші. Осы жерден петлямызды аламыз. Мына жібіміз қатты тартып кетпеу керек. Мына петлядан кейін петля подъема көтеріп аламыз біреуін. Сосын накид кигіземіз де мына тұрған емес, келесі тұрған петляға 2 мындай пышный накид кигіземіз. Екеуін. Келесі біздің столбигіміз мына соңғы тұрған петля, мына тоқыманың соңғында тұрған петляға кигізіледі. Екеуін осы жерден тоқимыз. Сосын кейін келесісін мына жердегі домалақ бар ғой біздің 4 жапырақша тоқылған, осы жерге 5-ші жапырақша тоқимыз. Тағы да біздің крючогымызда 3 пышный петля пайда болды. Мына жіптің соңын ұстап отырамыз да осы үшеуін бірге тоқимыз. Осы жерден крючогымызды осы тесік арқылы кіргізіп, мына жібімізді жұмыс жібін тартып алып, мына тұрған петлядан өткіземіз. 2 петля подъема көтереміз. Тағы да накид кигіземіз де осы тесікке 2 накид тоқимыз. Келесі мына тұрған гүлдің ортасына кигіземіз. 2 накидті осы жерге тоқимыз. Одан кейінгі накидті мына тұрған гүлдің ортасына кигіземіз. Міне, үшеуі болды. Осы үшеуін біріктіріп тоқимыз. Тағы да осылай жасаймыз да, тағы да 2 петля подъема. Мына тесіктің ішіне тағы да 2 пышный петля. Одан кейін мына гүлдің ортасынан екеу болды бізде. Одан кейін келесі гүлдің ортасы. Гүл немесе жұлдызша. Жұлдызша негізі узор, жұлдызша узоры деп аталады. Осы үшеуін біріктіріп тоқимыз. Бұл бізде екінші қатар тоқып отырғанымыз. 2-ден кейін мына жерден накид кигіземіз де мына гүлдің ортасынан 2 накид аламыз. Мына гүлдің ортасына 2 накид кигіземіз. Сосын мына тұрған бізде шет жақтағы гүл бар. Осы гүлге 2 накид кигіземіз. Тағы да 3 бізде пышный накидтер бар, пышный петлялар. Осыны біріктіріп тоқимыз да мына тұрған жерден тағы да 2 столбик көтереміз. Мінекей, бізде мынандай жер қалды. Енді бұл жерінде былай болады. Как обычно, біздің жерге тесікке 2 пышный столбик аламыз. Одан кейін мына тұрған гүл пайда болды. Мына жерде бізде шеткі гүл. Содан аламыз екеуін. Сосын мына тұрған, мына қатардың соңындағы, мына біздің қанатшамыздың түбінен аламыз. Бұл ең соңында 4 пышный бізде столбик болады. Крючогымыздың бойында 4-ін бірге тоқымыз керек. Осыдан кейін мына жерде 3 петля санаймыз. Тесіктің жерден 1, 2, 3-үне. Үшіншісіне тоқимыз. Тағы да 2 пышный столбик аламыз бұл жерден. Менің мына тұрған крючогымда 4 пышный столбик болды. Осы 3-ін, 4-ін де бірге тоқимыз.
мына тұрған тесікпен тағы да біріктіріп тоқимыз да тағы 2 столб жаңағы петля подъема көтереміз. Бірақ енді бұл жолы мына жерден аяқтаймыз. Мына жердегі тоқылған соңында тоқылған петлядан кейін бір петля қалдырамыз да осы петляға столбик без накида тоқимыз. Сосын мына жіптің соңын, мына біздің соңғы петлямызды кішкене тартамыз жұмысшымен. Мына табанымызды осы екеуінің арасынан өткіземіз былай. Өте мұқият болу керек. Жаңадан бастап тоқып жүргендерге кішкене қиындау болады. Міне осы екінші қатар. Үшінші қатарда да тағы да солай істейміз. Мына жібімізді былай әкелеміз де мына жерден 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5-ші петлядан бастаймыз. 5-ші столбикке осы петлядан бастаймыз да. Тағы да бір столбик көтереміз, бір петля көтереміз. Қасындағы тұрған петляға тоқимыз. 2 пышный столбик. Тағы да накид кигіземіз. Соңғы тұрған аяқталып басталған жерге тоқимыз. Одан кейін мына тұрған гүлдің ортасына кигізіп 2 пышный столбик тоқимыз. Үшеуін біріктіріп тоқимыз. Осылай жалғаса береді. Тек қана ең соңғы жаңа біздің тоқылған жерімізде 4-еу болды ғой. Сол 4-еу болып тоқылады ең соңында. 4 пышный столбик болып тоқылады. Мына артындағы жіпті бірге тоқисыңдар. Тастап кетпейміз. Бірге ұстап отырмыз осылай. Артына білінбей тоқылып кету керек. Біріншісі, одан кейін мына тұрған гүлге тоқимыз. Екіншісі, қатардың аяқталған жерінен тоқимыз. Үшінші накид 2-2-ден осы жерден 1, 2, 3 петля санаймыз да. Осы үшіншісіне тағы да 2 пышный столбик тоқимыз да. Осы төртеуін бірге тоқимыз. Бірден алып қалған жібімізді кигізіп аламыз, себебі жіпті сәл тартып қалсақ, ол кетіп қалады. Кішкене тартамыз. Екі петля аламыз. Сосын мына жердегі бір петляны тастап келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Осы соңғы петлямызды созып аламыз. Мына тұрған табаннан өткізіп, әрбір қатар байқап отырғандарыңыздай түйіншектеп тастайды, былай сөгітілмейді.
сол жерде мұқият қарап тоқимыз. Келесі қатарларды былай санаймыз. Мына бізде бірінші үгілге, міне мына шеттен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тоқылған екен. Енді осы 7-ге келген кезде тоқтаймыз. 7-ден кейін соңғы ряд болды. Содан кейін сіздермен кездесейік. Одан кейін мына шеттерін қалай обработать еткенін сіздермен көрсететін боламын. Ары қарай тоқып шығыңыздар. Міне мен 7-ші қатарға келіп жатырмын. Яғни гүл санауды, өз ішкі санау мына жерден басталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне 6-шы. Қазір мына жерде 7-ші болады. Мен соңғы қатарды тоқимын. Мына жібімді алып келемін. Тап солай тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5, міне 5-ші. Осы жерден жібімді шығарамын. Мына жіпті қатты тартпаймыз. Мына толықтай осының бойымен өтетіндей қылып өлшеп аламыз. Бір петля аламын тағы да жоғары қарай. Енді мына жерде қасындағы тұрған петляға 2 пышный столбик тоқимын. Соңғы біздің петлямыз қазір бірге тоқитын пышный рядтардың. Бұл жерде де 4 жөн тоқимыз. Соңымен, қатардың соңымен жерден тағы 3 петля санаймыз да, осы үшіншісіне 2 пышный столбик кигізіп, барлығын бірге тоқимыз. 2 петляға кигізіп тоқимыз. Екі петля аламыз, петля подъема. Осы жерде қасындағы тұрған петляға столбик без накидамен тоқып, жұмысымызды аяқтаймыз. Біздің бір сыңары шықты, тапочкамыздың. Енді осы жерден ары қарай жіпті үзбейміз. Барлығын соединительный столбикпен тоқып шығамыз айналдыра. Соңына келіп жеттік. Бір сыңарын тоқыдым сіздермен бірге. Енді екінші сыңарын өздеріңіз тоқып көріңіздер міндетті түрде. Сосын тоқылған нәтижелермен бөлісулеріңізге болады. Инстаграм парақшамның
сызыктарды тастап кетемін мына жерге. Сол боюнча карап өтсөңүздөр болот. Ар түрлүү брошкалар менен немесе мына сыяктуу маржундар менен әсемдөөгө болот. Эми жыптын соңун кыйып, жыптын соңун жасырамыз міндетті түрдө. Түйін жасаймын соңғы. Ошол тагы түйін жасайык. Араларына тыгуу оңой бул жыпты. Бул жып көрүнбөйт бир жакшысы. Осылай тагып тастайбыз да. Жыптын соңун кесип күйдүрүп коебуз міндетті түрдө. Міне осындай әдемі тапочка пайда болды бізде. Міне достар, мен екі жағында, екі сыңарында тоқып шықтым. Енді келесі сабақтарда осы тапочкаге көлемді гүл тоқуды үйретемін. Сабақтарды жіберіп алмай, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, және қоңырауша батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.